Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз тербеліс, физикадағы ең қызық тақырыптардың бірі. Ендеше көп сөз тақырыбымызды бастаймыз. TX. Жалпы бізде тербеліс дегеніміз не? Тербеліс дегеніміз дененің тепе-теңдік күйінің маңында периодты түрде қайта-қайта қозғалыс жасау. Мысалдарға келетін болсақ, бірден мысалдарға көшейік. Мысалы, ең бірінші мысалымыз жазған екен, маятниктің ары-бері жүруі деп. Жалпы бізде осындай бір дене жіпкелінген бір доп бар. Мінекей, осы допты біз қолмен ұстап тұрып, осында альфа бұрышпен осы жерге әкелетін болсақ, одан кейін сол допты жіберетін болсақ, ол баратта максимально осы жерге келеді. Тура жаңағыдай бұрыш жасайды. Альфа деген, альфа. Жетіп қайтадан бір тербеледі, қайтып келеді міне. Тағы бір тербеледі, қайтып келеді. Осы нәрсе бізде тербеліс мысал ретінде айтылған екен. Одан кейін бізде серіппеге ілінген жүктің жоғары төмен қозғалысы. Серіппені барлықтарыңыз білесіздер. Серіппе деген бізде жалпы ол серіппе деген бізде пружина ғой, пружина, мысалы осындай дене и пружина бар деп елестетейік. Мінекей, пружина бар. И осы пружина бізде сығылып и қайтадан өз орнына келеді. Осы процесстер бізде тербеліс пайда болады. Гитара ішегінің дірілі. Гитара мысалы өмірді тартқан кезде, сол кезде бізде мысалы бір рет тартасың, гитара ішегін бір рет тартқан кезде, ол бізде дірілдейді. Сол нәрсеге мысал келтіріп отыр. Және де дыбыс шар толқындары. Толқында тербелістің тарауы дейді. Енді келесі мысалдарға өтейік. Келесі бетімізге өтейік. Жалпы бізде тербеліс негізгі шамалар деген нәрсе бар. Ең алдымен амплитуда. Амплитуда дегеніміз кейбір жерлерде бізде XM деп те беріледі. XM. Амплитуда дегеніміз біздің максимал биіктік деген нәрсені білдіреді. Мысалы қараңыздар, біз график салайық. Бұның бәрін графикпен түсіндірген дұрыс. Мысалы мына жерде осындай болсын, M болсын. Мына жерде уақыт болсын. Мына жерде H деп алсақ болады. Мақсат M деп ала берейік. Енді қараңыздар. Мынау 1, мынау 2, дұрыс па? Мына жердегі максималды біздің биіктігіміз 2 ғой. Міне осы бізде амплитуда болады. Мінекей, осы бізде 2 дегеніміз амплитуда болады. Ал мынау уақытымыз 1 секунд, 2, 3, 4, 5 секунд деген сияқты. Енді қараңыздар, период дегеніміз бізде формуласы уақытты бөлеміз тербеліс санына. Яғни белгілі бір уақыт ішінде жасалатын тербеліс саны ғой. Мысалы, бізге бір график берілсін осындай. Біздің графигіміз осылай баратта түсіп неға келеді. Міне, осы графиктің периоды қандай дейтін болса, біз 5 белгі аламыз. Өйткені қараңыздар, ол басынан бастады, және де бүйтіп көтерілді де толық тербеліс жасады. Міне, бір тербеліс жасады. Қарап отқандарыңыздай. Мінекей. Осы бізде 5 секундқа тең болып тұр ғой. Значит, бізде периодымыз сәйкесінше 5 секунд болады деген нәрсе ғой, енді оңай нәрсе. Жиілік дегеніміз бізге бір сөзбен айтқан кезде жиілік дегеніміз периодке қарама-қарсы нәрсе ғой. Мысалы, 1 бөлінген Т деп алсақ. Жиілік деген айтып жатырмын жаңа. 1 бөлінген период деп алсақ болады да, өйткені периодке қарама-қарсы нәрсе. Формуласы сәйкесінше N бөлінген Т. Міне жазбай қойын, N бөлінген Т. Міне. Периодке қарама-қарсы нәрсе. Жиілік тап деген кезде, оның бізде өлшем бірлігі герц. Периодтікі секунд, жаңа айттым ғой, секунд белгілеп кеткен. Бұрыштық жиілік деген нәрсе бар. Бұрыштық жиілік деген нәрсеміз бізде омега. Формуласы 2π нью болмаса, жаңа ньюді біз 1 бөлінген Т деп алдық қой. Значит, 2π бөлінген Т деп те алсақ болады.
бұл бізде бұрыштық жиілік радиан бөлінген секундқа тең. Жалпы осы түсінік. Бүгінгі сабағымызда біз осы тербелістер тақырыбына кішігірім шолу жасап өттік. Келесі сабағымызда біз есептер шығарамыз, және де 1-2 сіздерге деген арнайы лайфхак түсіндіретін боламын. Сау болыңыздар, сіздермен бірге болған Нұралы ағайларыңыз. Кездескенше.